Қоянды жазығында ұлы дөбір басталды. Жағалай тізілген ақбоз үй, тау-тау болып үйілген ет, өзен болып аққан қымызда есебі жоқ. Жан-жақтан жиылған білекті палуандар, айтыс пен әннің қан базары, сауықшыл ел бәрі осы маңнан табылады. Осы қоянды жәрмеңкесінде қалың жұрттың арасында жел жиренін жетектеп бала Жұматқа жүруші. Жұмат Баянауыл өңіріндегі Тұрғынбайдың қарапайым отбасында дүниеге келсе де, қара жұмыстан гөрі осындай ойын сауыққа әуес болатын. Алайда ол балалық шағын шахтада тас тасу мен кедейшілікте өткізді. 1916 жыл. Патша жарлығымен қазақтан әскерге адам жинай бастайды. Жұмат Шанин майданға кетеді. Жер қазу, казарма өмірі, ол осы азаптың бәрінен мойымай өтіп, жадап жүдесе де еліне аман оралады. Бала күнінде ескіше хаттанып омбыда бухгалтерлік курсты оқыған Шанин 1917 жылдан бастап мемлекеттік қызметке араласа бастады. Саяси істерге белсене қатысып, ой өрісі кеңейеді. Алайда бала қиялының түбінде орнығып қалған қоянды жәрмеңкесі оның ойынан бір сәтте де кеткен емес. Қоянды жәрмеңкесі бар, Қарқа жәрмеңкесі бар, Баянауыл көп қой, Жетісу жәрмеңкесі бар. Сол жәрмеңкеде театрдың элементтері болған. Элементтері. Біреуді мазақтап көрсету, біреуді сайқымазақ жасау, яғмасы елге шабыттандырып, күлкі шақыру, күш көрсету, күш сынау. Ұлы әншіміз Әміре Қашаубаевтар, міне осылардың жиынтығынан жәрмеңкеден барып, театр деген өнер, драматургия деген өнер бөлініп шыққан. Заман ағымы мен қоғамның үрдісін бағамдаған Жұмат, жұмыс арасында қолы қалт еткенде, театр және драматургия мәселелерімен айналыса бастады. Ол заманауи театр құру қажеттілігін сезді. Өйткені театр ұлттық рухты сақтап қалудың, ел санасын нығайтудың басты құралы еді. Ол қысылтаяң заманда қазақ зиялыларының арқа сүйейтін басты тірегі де театр боларын түсінді. Сауатты ел ұлт болуымыз керек. Демек, театрдың мағынасын біліп түсінуіміз керек. Енді Жұмат ол тек қана өнер шебері ретінде емес, бұл ұлтты аман сау қалдыру ниетімен. Ал театрдың өзі ол ұлттың санасын өзгертеді, күшейтеді. Ол енді белгілі нәрсе. Сондықтан олар әбден қиналған кезде олар енді театрға сүйенді. Өйткені театр біріншіден сол бірден адамға бара жүрегіне санасына жетеді. Ал енді екіншіден театрдың өзінің ерекше ұлттық сезім, сана сезімді жаңа деңгейге көтеруге оның ерекше мүмкіндіктері бар. Жөн сүлтер, ел қамқор деген жандардың жанында жүрген Жұматтың рухани әлемі кеңей түсті. Темірбек Жүргенов, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин секілді қазақ зиялыларымен тығыз байланыста болды. Ол Семей қаласында Мұхтар Әуезовтың жетекшілігімен дүниеге келген Есаймақ труппасын басқарды. Режиссерлік өнер жолын осы труппадан бастаған Шанин халық жыры негізінде жазылған өзінің Арқалық батыры мен Сәкен Сейфуллиннің Қызыл сұңқарлар спектакльдерінде Арқалық батырдың және Ерке Бұланның рөлін ойнады. Ол тек қана режиссер, тек қана драматург емес, интеллектуалды, мәдени дәрежесі жоғары актер болған адам. Актерлік мектепті, режиссерлік мектепті бұл сонау Россиядан алған адам. Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Неврович Данченко, Сахновскийлардың мектебін өткен. Жұмат Шанин 1926 жылы Қызылордада Қазақ ұлттық театрының тұңғыш режиссері, көркемдік жағын басқарушы әрі директоры болды. Бұрын театр болмаған, тың жерден театр ашу, қазақтың театр өнерінің болашағын көре білу, қазақ драматургиясының соған жетекші болу, соны жетектеу, конкурстар ұйымдастыру, пьесалар жаздыру, театрда ашу, актерлар жинау, оны мемлекеттік дәрежеде театр көтеру, бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Шаниннің келуі театрға жаңа леп алып келеді. Байлама берік, ісіне мағым Жұмат,
бұл ұжымды ширататын тәртіп керек екенін ұқты. Сонымен қатар актерлердің кәсіби сауаттылығын арттыру керек екенін түсінді. Ол сахна тілі, актерлік шеберлік, би, ән дәрістерін жүргізе бастады. Театр декорациясын жаңалау ісін қолға алды. Тіпті ел кезіп жүріп, бутафориялық заттар жинайды. Сол кездегі орыс театрына әлемдік театрдың деңгейіне жету үшін бізге не керек деген мәселеде жақсы пікірлерін айтты. Соның ішінде бір қатты айтылған мәселелер, мысалы, спектакльдің көркемделуі. Мұхтар Әуезовтің жаңағы сын мақаласында айтып кетеді. Сол бөрік, шоқайма бөрік, ана спектакльде де, мына спектакльде де, спектакльден спектакльге көшіп жүрді. Бұл шапанға байланысты да, басқа да киімдерге байланысты нәрсе болатын. Ол дұрыс еді, сол кезде айтылған сын, өте дұрыс еді. Енді ол біріншіден жағдай жетпегендіктен. Жұматтың жанын түсінген жұбайы Жанбикет. Адал жарған емес, асыл ана және шебер актриса бола білді. Өзі әнші Жанбике қиын-қыстау сәтте сезімді ақылға жеңдіре білетін батыл әйел еді. Бір топ өнер қайраткерлері 1927 жылы Александр Затаевичтің шақыртуымен Мәскеуге этнографиялық концертке аттанады. Олардың арасында қолында кішкене Асылбегін құшақтаған Жанбике де бар еді. Сонда пойызда келе жатқан Жұмат атам, ол сода театрдың директоры Жанбике апамыз, қолында кішкентай нәресте, 2 айлық ұл бала. Сонда сол пойызда келе жатқан Елубай Мырзақов, естелікте жазған. Жол бойы нәрестенің мазасы кетіп, шырқырап жылай береді. Жаны ұшырған ана отқа түскендей, сәбиін жұбатып, жан жағын естуден қалған сияқты. Баласын кеудесіне басып, құлыным деуге ғана шамасы келіп отыр. Кенет Асылбек жылауды тоқтатып, бір шықынды да тынды. 3 күннен кейін кішкентай бала қайтыс болады екен менің қолымда. Апамыздың қолымызда қайтыс болып, сонда Қайғылы тыныштықты Серке Қожамқұлов, Қалибек Қуанышбаев, Елубай Өмірзақовтар көңіл айта бастайды. Сәбидің денесін алып елге кері қайту керек пе? Не істеу қажет? Қайғыдан шашыраған ойын жинақтаған Жұмат Шанин топпен ақылдаса келе ақыры бір шешімге келді. Жанбике, айналайын, маған оңай тиіп отырған жоқ. Мына бөтен адамдар сенің балаңның өлгенін біліп қойса, анау бастықтарға айтады да түсетіп тастайды. Сондықтан жылай көрмейін алайын деп жылатпауға барлығарыма не қылады. Атамыз Жанбике екеуі ақылдасып, мынандай шешімге келді. Баланы қайтыс болғанын білдірмей жетіп алайық. Неге десеңіз, егер белгілі болып қалса, бүкіл ненің сол топты бәрі әртістердің пойыздан шығарады. Москвада кездесу. Амрик Қашаубаев бар жатыр екен, сонда ұлы начальский күтіп отыр екен. Мен соған әлі күнге дейін мен таңғаламын. Баланы ұстап барды ғой Москваға дейін. Қандай жүрек адам түсінбейді. Апамыздың қандай жүрек екенін, атамыздың қандай жүрек екенін мен соған әлі күнге дейін бір таңғалып отырмын. Мәскеу Қазақстаннан келген топты құшақ жая қарсы алды. Осы сапардан естелік ретінде түскен мына фотосуретте Елубай Өмірзақов пен Құрманбек Жандарбеков жоқ. Өйткені олар Мәскеуге жеткен бойда нәрестенің денесін татарлар бейітіне жерлеуге алып кеткен екен.
Қайғы қасіретін білдірмей, іштен тынған Жұмат қойылымдардың сәтті өтуіне барын салып, Жанбикенің пойыздан түскен бетте көзіне жас алмай, қайғыны жеңген қаттылығы таң қалдырды. Ал Мәскеу сахнасында Жанбике ішінде қатып қалған қайғысын сыртқа шығарып, шын жылаған еді. Ал қалың көрермен болса, мұны оның актерлік шеберлігі деп қабылдады. Іскерлігі мен ақыл парасаты мол Жұматты Қырғыз драма театрының бас режиссер етіп жібереді. Кейіннен Абай атында Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында, сонан соң Орал музыкалық драма театрында қызмет етеді. Лермонтов театрына да зор еңбек сіңірді. Бізде орыс, қазақ, неміс, кәріс, ұйғыр, өзбек театрлары жұмыс істейді. Міне осының басын салған сол кісілер. Қазақстанда Лермонтов театры бүгінде жүріп жатқан, олар да 80 жасқа келіп қалған театр. Соның негізін қалаушылар, соған мұрындық болған адамдардың да бірі осы ағамыз. Шанин ел арасынан талантты өнерпаздар жинаумен қатар, өзге елдерден де тәжірибелі, білікті мамандар шақырады. Осы жұмыстармен айланысып, Жұмат атамыз Ташкенттен биші ардобусты алып келеді. Фрунзе қаласынан орыс театрын ашуға Юрий Рудковскийді алып келеді. Москвадан балетмейстер Александровты. Ленинградтан композитор Брусиловский келеді. Тамбовтан театр суретшісі Анатолий Нинашев келеді. Жұмат Шанин бұл шынымен сондай осы мен айтып отырған асыл азаматтардың асылы деуге болады. Өйткені адамгершілік жағынан, өйткені біздің шеше мен кішкентайымнан есімде сол Жұмат туралы ерекше сондай үлкен құрметпен сол әңгімелеп беруші еді. Музыка жағынан да, драматургия, драма жағынан да өте білімді, өте сауатты және де өте сондай дарынды адам болған. Аштық кезінде Жұмат Мұрат Әуезовтің анасы Фатимаға өз қолымен бір парақ хат жазыпты. Фатима абзал азаматтың сол қол жазбасын тұмардай сақтап, баласына аманаттап кеткен екен. Сонда Жұматтың жазғаны: Фатима, не нан, не бір кесе ұн беріп жібер, паек алғасын беріп жіберемін дейді. Сөз іздемейді, өйткені әбден қиналған. Келесі сөзі: кешеден мәніміз болмай отыр дейді Жұмат. Демек, екі күн ашығып отырғанды. Қарашы, қолының өзі де әлсіреп қалған аштықтан. Және де сөздің, ол үлкен сөздің шебері ғой Жұмат. Ал енді осында әрең-әрең жинап атқан сияқты сөздерінде. Біздің шешеміз бұның құндылығын, Жұматтың жазған құндылығын өте жақсы білген, сезген, соқтан қандай қиындық болмаса да, қандай үлкен қауіп болмаса да, оны сақтай білген. Демек, ол болашақ ұрпақты ойдаған. Жұмат іссіз кетпесін деген ниетпен. Жоқшылық пен ашаршылық белең ала бастады. Алайда Жұматтың спектакльдерінен көрермен үзілмеді. Олардың Мұхтар Әуезов екеуінің Айман Шолпаны қазақ театрының тарихында бұндай болмаған. 100 бірнеше рет солана қойылды бір сезонның өзінде. Демек, өте сәтті дүние болған. Өзде бірнеше мақала пьесалар жазды. Қорсықбай, Айдарбек, Баян Батыр, Жанды сурет, Қарақұлып, Қозы көрпеш Баян сұлу, Үш бажа, тағы басқа пьесалары ұлттық драматургияны дамытуға көп үлес қосты. Соның ішінде ең көп қойылған Арқалық батыр пьесасының алар орны ерекше. Алдияр тақсыр, батырым жоғары кел. Арқалық батыр бұл ұзақ уақыт соғысқа дейінгі аралықта, 26 жылдан 36 жылға дейінгі 10 жылдық аралықта 200-ден аса қойылым көрсетілген екен. Бұл да болса Шаниннің осы драматургия саласындағы эпикалық жанрды, фольклорлық тақырыпты сахнаға алып шығуға қосқан үлкен үлесі деп білеміз. Ассаламағалейкум. Сендерді мұны Арқалық батырға қосып отырмын.
Дай дегімді бірсе жалған өшімді алғалы отырмын. Сендердей батырларың тұрғанда жүрегімде кеп кету, сатқа жем болу. Маған лайық емес, салдырым болсын батырларым. Жұмат Шанин Мәскеуге бір барғанда баласы Рауфбекке арнап скрипка сатып алған еді. Рауфбек қайтыс болғаннан соң, оны әйелі Нина сақтап қалды. Кейіннен сол скрипканы Нинадан біреулер сұрап алып, сатып жібереді. Сатып алған кісі Москваға барып, лабораториясын бәрін тексермей ме? Сонда тексергенде бұл итальянский мастердің скрипкасы болып шыға қалады. Дүние жүзінде Страдивари, Гварнери, сол үшінші Галиана дейтін мастер, сол скрипка, Галианның скрипкасы кезінде Рауфбек ағамыз ойнаған екен. Рауфбек қазақтың тұңғыш скрипкашысы. Ол өзінің қамшысының қысқа сабындай ғұмырын өнерге арнады. Музыканы жанымен түсінген. Сол кездің өзінде әлемдік туындылар мен Моцарт секілді атақты адамдардың шығармашылығынан хабардар болды. Мен 2007 жылы Рауфбек атамның құрметіне Ремми триосын құрдым. Рауфбек ағамыз Москвадан ауырып келіп, осында қайтыс болады. Ел зиялыларын тегіс тұтқындап жатыр деген жат сыбыс шындыққа айналды. Нағыз ақиқат шыңырау түбінде қалып қойды. Бұлар кімдер? Жұмат Шанин және Сәкен Сейфуллин. Атамызды 37 жылы тұтқында алғанда Жанбеке апамызды Алжирға алып кетті. Сол Алжирден ол кісі 58 жылы шығады, атамыздың реабилитациясынан кейін көп ұзамай ол да қайтыс болады. Бүкіл Шаниндер әулеті қудаланды. Туған інісі Әкіш Қасымханды алып Шымкентке кетеді. 1938 жылы қаулы шығып, Жұмат Шанин халық жауы 24 сағаттың ішінде біз Алматыны босатуымыз керек, Шаниндер Алматыны босатсын деген бір распоряжение болыпты. Сонда жаңа айтқандай қақап тұрған аязда Шымкентке жылы жерге просто бара салды. Бәріміз сол жерде Шымкентте туып өстік. Ассалаумағалейкум. Қасымхан Шымкент театрында актер бола жүріп, бірнеше киноларға түседі. Сені болыс шақырып жатыр. Я помню, как менің бала күнімде атам Қасымханға қатысты мынадай қызық оқиға болған еді. Республика сарайына дайындыққа келгенмін. Кенет қасыма бір салиқалы адам жақындады. Ол сол Алматы консерваториясында скрипкадан сабақ беретін Иосиф Венедитович Коган еді. Келген бойда қай мектептен кім екенімді сұрай жөнелді. Сонан соң Мәскеуге декадаға бара жатқан кезде Қасымхан Шанинмен танысқанын айтты. Бұл жолаушының музыкант екенін білген Қасымхан, мен Давид Ойстрахты тыңдағанды ұнатамын. Мендельсонның ми минор 64-ші опусын орындап бере аласыз ба? Бетховеннің квартетке жазылған 131-ші опусын ше? Осылайша ол әлемдік туындылардың бірінен соң бірін сұрай бастайды. Коган қасындағы бейтаныс жолаушының музыкалық сауаттылығына таң қалыпты. Сонда атам, менің Рауфбек деген бауырым болған. Ол да сіз секілді скрипкада ойнаушы еді. Мен Рауфбектің арқасында музыка өнерінен хабардармын деген екен. Сол жолы Коган Мәскеуге жеткенше скрипкасын тоқтатпай ойнаған екен. Алаяқ итбайдың өзі жіберді ме? Арандап бақсын ғой. Тұлпардың тұяғы, асылдың сынығы екені актер Қасымхан Шаниннің өн бойынан байқалып тұратын. Жұмат сотталып бара жатқанда баласы Қасымханды Әкішке тапсырып, атына жазып бергендей. 1982 жылы мен Мәдениет министрлігінің театр бөлімінде істегенмін. Қапан Бадыров халық әртісі. Сөзден сөз шығып, папам туралы, атам туралы сол Қапан ағамыз бастап, содан кейін білесің бе дейді. Сенің әкең Жұматтың баласы деп, мен кішкене
ұялып қалдым мен. Ол қалай жұматтың баласы? Сонан кейін есіме түсіп отқаны 63 жылы бір бәріміз жиналып, бүкіл әкем, анам Байналға барып аралмақшы болдық. Сонда біз Қарағандыдан бастамақшы болдық. Қарағандыда Жанбикенің сіңілісі тұрған. Алдын ала естіп, біздің алдымызда зар жылап Мәрзия апамыз шықты. Ойбай, анау ұлым қайда, ұлым деп, Қасымхан қайдасың, айналайын інім деп сені күтіп еді, аман телеграмманы жібербедік, неге келбедің деп сондайға бір келтіріп, сондай бір жоқтаумен бірдеме деп әйтеуір сондай бір айтты. Әкем сасып қалды. Сол кездесу әрине әсер етті ғой, бәрімізге. Сонда сол телеграмма папамның қолына түспеген екен. Біраз жылдан кейін барғаннан кейін сол Қарағандыға қайта сұрамаймын ба, сол Жанбике Қасымханның мамасы дейді. Алжирдан 52 жылы шығып, сіңлісінің қолына барып, телеграмма жібермей ме Шымкентке, жалғызымды көрейін деп. Күте-күте жарты жылдан кейін сіңлісінің қолында қайтыс болып кетті. Сол тарих кейде-кейде сол есімізге түсе береді. Енді кішкентай баланы ең болмаса соны қалдырса екен деп атамызға жылдан жазып алған ғой. Ондай да болған шығар. Кейін осыны біліп жүрдік, біле бастадық. Кішкене енді біле бастадық деуге болмайды, сезе бастадық. Сондай бір құпия қалды семьямызда. Безусловно, я чувствую. Менің бойымда осы әулеттің қаны бар. Ата-бабамның рухы әркез мені жебеп, айналамда жүретінін сеземін. Мүмкін менің бар жетістігім солардың демеуімен болатын шығар. Ештен айта алмаймын. Бірақ бір білетінім, бойымнан тылсым бір керемет күш жігерді сезем. Жоғары жаққа хат жаздым. Шайындерде мен жалғыз өзім қалып отырмын. Атам не үшін кеткенін немере ретінде сұрауға қақым бар шығар деп бір өтініш жаздым мен. Бір-екі айдан кейін КГБ-ден маған звонок түседі, шақырылады. Виноградов көшесіндегі бұрынғы КГБ-ні. Алдымызда осылай бір әйел кісі отырып, үлкен үсті маған үлкен папкасын береді. Тек қана мына жерін оқисыз, мына жерін оқисыз, ар жағын оқымайсыз, мына жерін деп кішкене бір несін скрипкасымен қыстырып маған айтты, көп болса бір 5-6 жерден оқисыңдар дейді. Сонда оқып шыққаннан кейін мен кішкене шашым тік тұрды. Байқағаным 2 бет, 2-3 бет өз қолымен жазғандай болып, мен Жұмат Шайын осындай 36 жылы қазақ декадасының басқарып барғанда Қыз жібек спектаклінің ашуында біз әдейі мен, Жұмат Шайын, Сәкен Сейфуллин және Темірбек Жүргенов үшеуміз спектакльде әдейі 10 минутқа кеш бастадық деп. Парақтың бен аяқ жағында атамның қолы, сол қолды біреу ұстап былай жазған сияқты. Сонда сұрақ қоймай ма, сонда неде допросты жазып тұр. Неге 10 минутқа кешігіп шымылдықты аштыңыз дегенде, кешіктірген себебіміз біз тезірек 2-ші этажға барып, сонда Сталинді өлтірмекші болдық деген осындай мен өз қолымен жазып отыр. 10 минут кешіккен үшін 3 адамның өмірі қиылды. Шанина Жумата Тургунбаевича. Бүгінде Шымкент облыстық театры Жұмат Шанин есімімен аталады. Оның атында ауылда, сыйлықта, стипендия да бар. Алайда халық үшін өшпес із тастаған азаматтың еңбегін толық бағалай алдық па? Бір көңілге кірбің түсіретін нәрсе бар. Алматы қаласының шетіндегі бір кішкене көше қазақтың бір туар азаматы Жұмат атамыздың аты берілген еді. Бұл көшені көп адам біле бермейді. Сондай-ақ 1992 жылы Павлодар қаласындағы Южин совхозына Жұмат Шайын атын берілген еді. Бұл мәселе де толық шешілмеді.
көз тірісінде бағалай алмаған тұлғаларымыздың есімін өз дәрежесіне лайықты сый көрсете алмай келеміз. Сол өкінішті. Жұмат Шаниннің өмірі заман дауылымен арпалыса туып, жазықсыз атылуымен аяқталды. Алайда ол бүкіл бір халықтың тарихына өшпес із тастады. Жұмат негізін салған театр бүгінде ел мақтанышына айналған. Ол жазған пьесалар әлде құнын жойған жоқ. Оның театр, өнер жайлы жазған еңбектерін әлі іздеп жүріп оқимыз. Халқымыздың рухани дүниесінің бастауышы болған Жұмат Шаниннің есімі мәңгілік ұмытылмайды.